Akserke geldi mi Akserke? Sonundan gelip Ha? sonundan gelip. Akserке. Өткен жылы тұңғыш жинағым шығып, сүйіншілеп барғанымда Байғазыға деп Абай әкем сені көлігіміздің жүк салғышына атып ұрып еді ау. Ол кезде лақ едің. Биыл жазғытұрым Мәжит кесіріп тастап, еркек деген атыңнан айырылдың. Ұрғашы атаулыны естен шығарып, бар уайымың жеммен шөп болған соң ба, кеше ауылға келгенде соның жылдырап, бірден көзге түстің ау байқұс. Енді міне, пышаққа ілінгелі тұрсың. Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деп құбылаға қараттым. Кіндік қаның сонау Қарағым шөліндегі шәкенде тамып, сүйегің Қызылордаға аттанып, сонда шірейді деп кім ойлаған? Ойбай! Мама! Жібіліп кетті. Қойшының баласы болсақ та, мал союға аса епті емеспін. Мен қолыма пышақ ұстап, қойы сойғызуға жарайтын тұста совхоз ыдырап, шопан біткен таяқ ұстап қалды. Одан бөлек, үйде бұл шаруаны 5 минутта жайғап тастайтын ағаларым жеткіліктеді. Әйтеуір үйрене алмадым. Мауыздап, терісін сыпырып, қолын қол, бұтын бұт қылып тастауды ғана білемін. Жіліктеуін мама өз істейді. Мынаны былай лақтырады бізді. Айтпақшы, бұл видеода мен серке сойғанымен мақтанайын деп тұрғаным жоқ. Осы серкенің бауырынан керемет бір тағам істегенімді көрсетейін деп тұрмын. Kursi vitep.